Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сіз білесіз бе, ислам тарихында қанша сахаба болған? Ислам тарихына байланысты жазылған кейбір деректерде 124 мыңнан астам сахабаның болғандығы туралы баяндалған. Әбу Зарға ар-Разиден жеткен дерек бойынша Алла есімімен бірге қосылу қажығына 40 мың, Тәбук жорығына 70 мың сахабаның қатысқандығы, және пайғамбарымыз дүниеден өткен кезде 114 мың сахаба болғандығы туралы деректер жеткен. Сол секілді Әбу Муса әл-Мәдәнидің көзқарасында да сахабалар саны 100 мыңнан асады. Имам аш-Шафиғи пайғамбарымызды көріп, одан хадис еткізген сахабаның саны 60 мың болғандығы туралы баян еткен. Сахаба есімін еңбектерінде ең көп көрсеткен ғалым Ибн Хаджар болатын. Ол өзінің атақты әл-Исбату фи тамйиз сахаба атты еңбегінде 11783 сахабаның атын баяндаған. Қанша сахаба болғандығы нақты деректер келмеген. Аллаху а'лам, Алла бәрін білуші.